Сәлеметсіздер ме балалар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы менің қауіпсіздігім. Сабағымыздың мақсаты тұрмыстық құралдарды пайдалану ережелерін графикалық түрде көрсету. Оқу тапсырмасы, бағалы критерийлер, отбасылық құндылықтарды айталады, отбасында қандай қауіпсіздік ережелерін сақтайды, тұрмыстық құралдардың пайдалану ережесін біледі. Тапсырма, отбасылық құндылықтарға нелер жатады, отбасында қандай қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз, тұрмыстық құралдардың пайдалану ережесі қандай. Дескриптор, жауапкершілік, сыйластық, тұрмыстық құралдардың пайдалану ережесін жазады. Ендеше балалар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қауіпсіздік ережелері. Қауіп адамды жан-жағынан қоршап тұр. Үйде де, жолда, қоғамдық орындарда қауіп көптеп кездеседі. Сол жағдайда қауіпсіздік ережелерін үнемі біліп сақтап жүруіміз қажет. Бейнероликке назар аударайық. Қауіпсіздік ережелері туралы ақпарат. Әрдайым мұқият болыңыз. Қоғамдық орындарда, көшеде, көлікте, аулада, кіреберісте, баспалдақта, пәтерде күдікті зат байқасаңыз, онда оның иесін анықтауға тырысыңыз. Көршілерді, жақын маңдағы адамдарды сұрастырыңыз. Ал оның иесі табылмаған жағдайда, бұл туралы құқық қорғау органдарына хабар беріңіз. Қауіп төндіретін бөтен заттардың белгілері мен сипаты. Оралған қаптама, белгісіз қорап, бөтен сөмке мен портфель, тартылған сымдар мен баулар, сағат механизмінің дыбысы, төмен жиілік дыбыстар. Жақындамаңыз, өз бетіңізбен ашуға, жылжытуға әрекет етпеңіз. Оларға жақын жерде телефон немесе электрондық құрылғыларды пайдаланбаңыз. Бұл сізге айналаға қауіп төндіруі мүмкін. Егер жарылыс қаупі туындап, эвакуация жасалған жағдайда сабыр сақтаңыз. Ауа райына сай киінуді, құжаттарыңызды, құнды заттарыңызды алып шығуды және үйдегі коммуналдық құрылғыларды өшіруді ұмытпаңыз. Ал қауіп халық көп жүретін қоғамдық орындарда, ғимараттарда туындаған жағдайда апаттық шығу белгілеріне назар салыңыз. Қарттарға, мүгедектерге көмек беріңіз. Және аталған нысандарға тек жауапты тұлғалардың рұқсатынан кейін ғана оралуға болады. Қатерді алдын алуда сіздің мұқияттылығыңыз маңызды. Қауіпсіздік өзін-өзі қорғау және сақтау. Айналамызда адамның денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін жағдайлар көп. Үйдегі тәртіп тек жайлылық үшін емес, сонымен қоса қауіпсіздік үшін қажет. Балалар, мына суретке назар аударайық. Бұл белгі тұрған жерге жақындама. Тұрмыстық құралдар қауіпсіздік ережелерін дұрыс сақтамаған жағдайда адам денсаулығына зақым келтіруі мүмкін. Үшкір және кескіш заттармен ойнауға болмайды. Дұрыс қолданбаған жағдайда қолыңды кесіп кетуі мүмкін. Тұрмыстық құралдарға үтік, тоңазытқыш, шаңсорғыш, электр шәйнегі, теледидар, шаш кептіргіш және тағы да басқа электр қуаты арқылы жұмыс жасайтын құралдар жатады. Тұрмыстық құралдарды тоққа қосулы күйінде қалдыруға болмайды. Тұрмыс құралдарын тек орнымен қолдану керек. Қауіпсіздік ережелерін сақтамаған жағдайда жарақаттану мүмкін, немесе өрт пайда болуы мүмкін. Келесі суретте графикалық таңбалар белгіленген. Графикалық таңба дегеніміз ережені белгі арқылы көрсету. Электр тоғының соғу қауіптілігінің белгісі. Бұл белгі тұрған жерге жақындама. Сіріңке жақпа белгісі. Саябақта, орманда және жанармай құю станциясында ешқашан сіріңке жақпа, өрт болуы мүмкін. Ой қозғау әдісі, бағалы критерий. Күнделікті тұрмыста қолданылатын құралдарды белгілеп көрсете алады, электр құралдарының қызметтерін айтады. Бірінші тапсырма. Суреттерге қарап шығыңдар. Электр қуатымен жұмыс істейтін тұрмыстық құралдарды қоршапсыз. Олар қандай қызметтер атқарады? Алдарыңызда 3 түрлі суреттер беріліп тұр. Осы суреттерге қарап, электр қуатымен жұмыс істейтін тұрмыстық құралдарды дөңгелектейміз. Дескриптор. Күнделікті тұрмыста қолданылатын құралдарды белгілеп көрсетеді, электр қуатын сақта жадынамасын құрастырады және сол бойынша қорытындылар шығарады. Өз жауабымызды тексерейік. Балалар, қане бәріміз бірге сергітсетін орындайық. Мен адасып қалдым. Мен бір күні адастым, қорыққанды көрсету. Бірақ тез-тез ойландым. Маңдайын қолмен жайлап соғып күлімсіреу. Жан жағыма қарадым. Анам жоқ, енді не істеймін? Оңға қарай жүгірдім, табыла ма анам деп. Солға қарай жүгірдім, табыла ма анам деп. Айналамды қарадым.
көріп қаламын ба екен деп. Жоқ, қозғалмаймын орнымнан, осы жерде күтем тек. Келесі тапсырма, сос тапсырмасы. Суретке қарап, қауіпсіздік ережелерін құрастырып жазу. Сіздердің алдарыңызға 4 сурет көрсетіліп тұр. Осы 4 сурет бойынша ереже құрастырып жазамыз. Бағалау критерийлер. Тұрмыстық құралдарды қолдану ережелерін біледі, апатты жағдайлардағы ережелерді айтады. Дескриптор. Ата-ананың рұқсатынсыз газды қосуға болмайтынын жазады. Үйде жалғыз қалғанда терезенің алдына шығуға болмайтынын айтады. Үшінші тапсырма сақ болжамасын құру. Тұрмыстық құралдарды қолдану ережелерін, шартты белгілерді, қауіпсіздік шараларын қолдана отырып, жаднама құрыңдар. Бағалау критерийлер. Тұрмыстық құралдарды қолдану ережелерін біледі, тұрмыстық құралдарды пайдалануды сурет, сызба, шартты белгілер түрінде береді. Бұл кезде балалар сурет саламыз, тұрмыстық графикалық түрдегі, және оның ережесін жазамыз. Қалыптастырушы бағалауға берілген тапсырма, суреттерге қарап, адам өміріне қауіп төндіретін заттарды белгілейміз. Дескриптор. Адам денсаулығына қауіпті заттарды табады және түсіндіріп айтады. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, жалған шын ойынын ойнаймыз. Өрт болған жағдайда 103 нөміріне хабарласам. Бұл жалған ақпарат. Жарайсыздар. Өрт болған жағдайда 100 нөміріне хабарласам. Бұл да жалған ақпарат. Шайнектің тоғында ақау бар болса да қолданамын. Себебі сабаққа шай ішіп баруым керек. Жалған ақпарат. Теледидарды күту режимінде ұзақ уақыт қалдыруға болады. Шын ақпарат. Егер үтік бұзылып қалса, өзім жөндей салам. Жалған ақпарат. Оқу тапсырмасы. Менің қауіпсіздігім тақырыбында эссе жазу. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сен тұрмыстық құралдарды қолдану ережелерін атай алдың. Тұрмыстық құралдарды графикалық түрде елестеттің.